Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Блейд дейтін Марвелдың керемет кейіпкерімен таныс боламыз. Ал олай болса, күміс пен сарымсақтарыңды дайындап, жарықтан қорқпайтын лайктарыңды баса беріңдер. Өйткені Казвойс сайрайды! Эрик Брукс дейтін кейіпкер болады. Ол құрсақта жатқанда шешесін вампирлер тістеп алғандықтан өзі жартылай вампир, жартылай адам болып шыққан екен. Өскенде шешесінің тістелген несіне түсіріп, бүкіл вампир қауымынан кек алып, оларды құртумен айналысады. Ал оларды өлтіру үшін титаннан жасалған катананы және оқтары күмістен жасалған автомат тапаншасын белгілеп қоямыз. Өзі жартылай вампир болғандықтан қарапайым адамдарға қарағанда күштілігімен, ептілігімен және шапшаңдылығымен ерекшеленеді. Олардың ішіне жараның жылдам жазылатын қасиетін тығып қоямыз. Алайда Эрик вампир болғандықтан қан ішуді аңсап тұратын құбыжықтығы да бар. Осы сәтте айта кететін бір жайт, Марвел әлемінде кейіпкерлер сарысудың арқасында супер қаһарманға айналатын болса, бұл кісі керісінше сарысудың арқасында бойындағы шайтани қасиетті уақытша тынышталдырып адамға айналады екен. Эриктің басқа вампирлерден ерекшелейтін қасиеті ол күміс пен сарымсаққа әлсіздік танытпауы. Және ең бастысы, күннің жарығынан қорықпауы бұл кейіпкерді басқаларынан мықты қылатыны тағы бар. Соған қарап, бұны вампирлер күндізгі қаңғыбас деп атайды. Ал біз оның вампирлерді қылышымен турап-турап салат жасап тастайтын мүмкіндігіне қарап, Блейд деген атау береміз. Бір жаманы Блейд адамдар ұқсап қартаяды екен. Ал вампирлерге бұл қасиет мүлде таңсық емес. Тіпті оларды Блейд келіп өлтірмесе, ғасырлап өмір сүре беруден кетер емес. Ал сипаттау бітті, енді соларды көретін кез келді. Вампирлер өздерінің жер асты шошқа сарайында көңіл көтеріп жатқанда, жоғарыдан қызыл сырды сумен араластыру арқылы балды быт-шыт қылу жоспарын орындау. Ойбай, мен шатастырып жіберіппін ғой. Жоқ, бұл жерде енді қызыл сыр емес, кәдімгі қан шашырап билеп жатқан вампирлерді тамақтандырады. Арасында байқұс бір ғана адам не істерін білмей, қайда түскенін түсінбей, бұл түсім боза екен деп, біреудің шымшығанын күтіп көті дірілдеп жүреді. Ал қаншерлер аспаннан жауған берекені менсінбей, осыны қуатыны қызық екен. Содан Блейд пайда болып, байқұсты түсінен оятқандай, былай тұршы деп қойып кезекке тұрған вампирлерді жан-жаққа жайпайды. Бір жақсысы, бұлар адамдар құсап бықсып шірмей, шамалы күлін қалдырып өлетіні күшті екен. Бұл көріністі көрген Куин оған риза болмай, өз жасағын жібереді. Блейд бағана айтылған өнерін көрсетіп, көбелегін айналдырып, оңды солды алды артын күл-талқан қылып жойып тастайды. Соңында Куинді күміс қазықтарымен қабырғаға қағып қояды. Енді бұл шенеунік вампир болғандықтан бұған күміс әсер етпейді. Сонда Блейд оны өртеп, полиция келгенше дыбысын шығармай тесікке өрмелеп көше жағалап жоқ болады. Біраздан соң мәйітханаға әлгі Куиннің күйген денесі түседі. Кертис талдауларын Карен дейтін гематолог маманға кеп тексертеді. Оның эритроциттері біртүрлі екенін көріп алып, бонус нес тағы деп екеуі мәйітті союға кіріседі. Сөйтіп тұрғанда бонус нес деген сұраққа тиісті жауабын Кертис бірінші болып алады. Одан кейін Куин Кареннің мойнына тісін салып, оның дәмін тата бергенде, Блейд кеп қалып оның тұмсығынан пәріп жіберіп, қолын білектен төмен жауып тастайды. Бұны көрген күзет көздері атысып, Блейдке оқ ата бастайды. Куин терезеден секіріп, ауруды орнынан тұрғызып, әрі қарай қаша жөнеледі. Блейд дәлізбен өтіп бара жатып, Каренді тастауға қимай, өзімен бірге алып кетеді. Ал көз атысқан сақшылар Блейдке оқ атуын тоқтатар емес. Сондықтан ол Каренді қалқалап, таң атырып, өзінің қоймасын алып келеді. Бұл жақта оны Уистлер дейтін Блейдтің қамқоршысы күтіп алады. Уистлер кезінде Блейдті 13 жасында тауып алып, мұрынбоғын кептіріп мәпелеп өсірген. Өсе келе оны түрлі қарулардың құлағында ойнатып, тура жолдан адаспасын деп сарысуын салып, бойындағы шайтанын басып отырған кейіпкер. Тістелген адам уақыт өте келе вампирге айналатынын түсінген ол дереу қызға екпесін егіп, азанға дейін шыдап берем екен деп, одан көзін алмайды. Содан азанда не болатынын білесіңдер ме? Жай ғана күн шығып азан болады. Ал Карен аман есендігін көрсетіп, қайда түскенін білмей, қашатын есік пен тесігін іздеп жүреді. Ал Уистлер Блейдке кезекті жын қағу операциясын жасап жатады. Содан Уистлер қашып бара жатқан Каренді тоқтатып, оған қайда барса да, вампирлер енді бұл қызды іздейтінін айтып, куә қалдырмаудың амалын жасайтынын ескертіп, кім атың не Карен? Маған бәрібір, қашсаң қаша бер дегенге келдіреді. Вампирлерге ешкім жағаласпайтыны соншалық, тіпті полицияның өзі бұлардың қастарына келіп, мәше берші деп мойындарын тосып беріле салатыны да айтылып қалады. Сөйтіп Уистлер Блейдті ультра күлгін шашатын қалташамымен таныстырады. Артынша Каренді қаруландырып, оны таңға дейін вампирге айналып ырғиғанын байқаса, өз шекесіне таңқ еткізіп оқ жұмсауға дайын болуға шақырады. Мына жақта әлгі мәйітханадан қашып кеткен Куин құйыршықтан жеткен өсек, аға вампирлердің құлағына да жетіп, арада адамдармен болып жатқан дипломатиялық қарым-қатынасты бұзбай, адамның көзі түкірігі жететін жерге диско-клуб жасамау керек дегендей әңгіме талқыланады. Бір кезде ортаға тәртіп бұзар Фрост шақырылып, желкесі үзіліп отырады. Алайда желкеме ай деп жылап отырған Фростты көріп отырғанымыз шамалы. Оның айтуынша, адамдар жай ғана соғырылатын чупа-чупс ретінде жарайтын ас болып шығып, олар соншалықты кім екен? Біз олардан жоғары тұрамыз дейтін тәкаппарлық трендке шыға бастайды. Сонда вампир басшысы Драгонетти Фросттың тістелген метист вампир екенін есіне салып, аузын жабады. Сәлден соң Фрост бөлмесіне келіп компьютерден қазір біраз уақыттан соң көреміз дейтін кодтау жүйесімен айналысып отырады. Қасына Гитана Драгонетти келіп, қойсай болды деп шапалағын береді. Фрост қоймаймын деп өз жауабын береді. Блейд Каренді пәтеріне апарып тастап, абай бол шырағым
дейтін өсиетін айтып кетеді. Ол лифтімен көтеріліп бара жатқанда желкесінде таңбасы бар бейтаныс кісілерді байқап үрейленеді. Сөйтсе олар жай ғана пәтерлеріне кіріп кетеді. Карен үйге келгенде бөлмесінен полиция мырза атып шығып, оны өлтірмекші болады. Карен сарымсағын бетіне шашады. Сөйтсе бұл жай ғана вампирлерге қызмет ететін адам болып шығады. Өйткені оның желкесіндегі ені Фростқа жұмыс істейтін бірде-бір дәлел болып саналады. Блейд те керек жерден табылып, оны ұрып жатып, Кареннің интерьерін жаңартып беруге қарсы болмайды. Көшеге шыққанда машинадан вампирлерге алып бара жатқан қан ыдыстарын байқап, оны қайда апара жатқанын сұрайды. Сонда бұл «мә саған айтамын» дей бергенде, Блейд онда «мә саған оқ» деп тапаншасын шығара бергенде, Кригер қашып кетеді. Карен Блейдке жабысып, «сенсіз күнім қараңғы, өйткені вакцина табу керек» дегендей әңгімесін айтады. Блейд ондай вакцинаның жоқ екенін хабарлап, үмітті үзе беруін сұрайды. Түнге қарай екеуі көліктеріне қымданып, Кригердің қайта оралғанын күтіп отырады. Бір кезде Кригер өз көлігіне отырып, курьерлігін орындайды. Блейд пен Карен ізіне түсіп алып, оның барған жерінен табылады. Бұл жақта вампирлер күндіз көлеңкелеп, түнде аңға шығатыны байқалады. Тіпті бұрышта тұрған жезөкшелер де клиенттерін тартып, ыдыстарына қан жинайтын көрінеді. Карен Блейдтен қорқынышты вампир жоқ екенін естіп алған соң, швейцарларды ұйықтатып, кландардың арасымен өтіп, Кригерді тауып, оны грушаға айналдырып, вампирлерге қатынайтын тесігін тауып алып, мұрағаттар сақталатын жерге келеді. Бұл жерде олар қаланың жартысын, яғни саясат, қаржы және жылжымайтын мүлік дейтін сфераларды жаулап алғаны анықталады. Сол уақытта вампирлердің клубы қызығына ене бастайды. Диакон Фрост каз айтам дейтін жобасының іске асу моделін көріп отырады. Бір кезде оған Кригер келіп, Блейдті ішке кіргізіп қойған сүйіншілейді. Диакон оған тіл қатпастан мойнынан шырынын ішіп, Кригерді бос тетрапакетке айналдырады да, қаншықтарымен сол шырынды бөлісіп көңіл көтереді. Мына жақта Блейд пен Карен диваннан көтін ғасырлап көтермеген программист вампирді тауып алып, оны ультракүлгін жарығымен мәжбүрлеп жатып, Фросттың жобасын біліп алады. Оның айтуынша Фрост Ламагра дейтін вампирлердің аңызын оятып, соның рухын өзіне жүктеп алып, атса өлмейтін, итерсе құламайтын, жарықтан қорқпайтын Дракулаға айналуды көздеген екен. Ары қарай мына жақта не бар екен деп екеуі вампирлердің кітапханасынан қалған шпорларды байқап, «Эй, Ламаграң дұрайын» деп жүргенде деген дыбыстар шығып екеуін елеңдетеді. Сөйтсе Фросттың Куин бастаған жасақтары осы жерден табылып, Блейдпен жұдырықпен аяқ сермесіп төбелесе кетеді. Бір кезде Куин оны қолға түсіріп, шауып тасталған қолы қайта өскенмен мақтанып тұрады. Арада бір тентек Блейдтің қылышын ұстай бергенде алақанынан айырылады. Өйткені Блейдтің қылышын тек Блейдтің өзі ғана ұстайтындай етіп, Джон Крамерлендірілгенін айта кетейік. Содан Куин оның арсеналын тексеріп, күміс қадасын өзіне сынап мәз болып тұрғанда, Уистлер кеп қалып бәрін қырып салып, үшеуі метроға қарай қашады. Және оның қойып кеткен бомбасынан қуғынға түскендері де қырылып тынады. Куин бұларды қуам деп Блейдтан таяқ жеп, пойызға тақалып жарты бастанып, екінші мәрте қолынан айырылады. Түбінде Блейд пен Карен соңғы вагонға мінгесіп қашып кетеді. Ал Уистлерді жарылыстан соң табу қиынға соғады. Біраздан соң Уистлер Каренге Блейдті қайдан тауып алғаны жайлы және оның қандай адам екені, вампир екені жайлы ақпараттар беріледі. Оған қоса бұрын өзінің бір әйелі мен екі қызы вампирлерге тістелгенін баяндап тісін қайрап отырады. Ал Блейд шешесін тістеген вампирден кегін алмай қоймайтынын және әрбір өлтірілген қаншерден аздап босаңсу сезінетінін айтады. Мына жақта Куин Блейдті қолдан жіберіп осырғанын Фростқа айтып, Меркурий екеуі сен кінәлі, мен кінәлі деп салғыласады. Фрост, болды көтеріңсіңдерші, екеуің де кінәлісіңдер, бірақ маған керексіңдер деп екеуін тынышталдырады. Сөйтіп таңға жуық не болатынын білесіңдер. Таң атады. Бұл жолы Фрост Гитананы жағалауға алып шығып, арайлап атқан таңды тамашалаттыру арқылы оны жазаламақ болады. Гитана өз айтқанынан қайтпай Фростқа қарсыласады. Сонда Фрост оның сойдақ тістерін кемпірауызбен қағып алып, күн өткізбейтін кремдерін жағып, сауыттарын киіп, ақырында күннің көзіне Гитананы күйдіріп өлтіреді. Кейіннен Фрост кеңес үстеліне соның тістерін лақтырып, Ламагра жобасын жүзеге асыру үшін 12 ерікті керек екенін айтып бұларды басына бастайды. Блейд мына жерде тауып алған дискетін әкеп Уистлерге көрсетеді. Карен вампирлерге қарсы антикоагулянтын ойлап табады. Алайда бұл дәрі емес, соларға қолдануға болатын мықты қару болып шығады. Осы уақытта Уистлерде қатерлі ісіктің бар екені Каренге мәлімделеді. Жатарда Кареннің жағдайы онша мәз емес екені байқалады. Өйткені бойындағы вампир 1-2 күнде шығатындай делінеді. Өкінішке қарай оған қарсы дәрі жоқ дегендей. Ертесіне Блейд көшеде кетіп бара жатып, кішкентай қызды тұтқынға алған Фростты байқап, онымен әңгімелеседі. Фрост өтіп бара жатқан қарапайым адамдарды қорадағы байлаулы тұрған малға теңеп, біз бұлардан жоғары тұрамыз, әлсіздер қырылады, күштілер өркендейді, сондықтан бізге қосыл деп эволюцияға жатып алған ұсынысын айтады. Алайда өзі күннің астында тұрып жаққан крем бетіне ағып бара жатқанымен ісі жоқ. Соны Блейд бетіне басқанда Фрост жынданып кетіп қызды лақтырып жіберіп, әрі қарай қашпаққа салады. Блейд оны атады, бірақ түк шықпаған соң қызды ажалдан аман алып қалады. Мына жақта Уистлер вампирлердің қанында гемоглобин жетіспегендіктен, олар әрқашан қан ішкісі келіп шөлдеп жүретінін айтып түсіндіреді. Ал Карен Блейдтің шөлін басатын қымыз ойлап табатынын айтады. Сөйтіп тұрғанда Фрост жасақтарымен шеберхананы қоршап алып екеуін қолға түсіреді. Фрост Уистлерді ұрып тастайды да Каренді өздерімен алып кетеді. Блейд келгенде тістелен таланған вампир болайын ба дейтін түрмен жатқан Уистлер байқалады. Уистлер оған Фросттың жоспарын айтып, оған Блейдтің қаны керек екенін ескертеді. Сол арқылы Фрост Блейдтің жарықтан қорқпайтын қасиетін бойына сіңіріп, жердің бетінде 24/7 жүріп, адамдарды жойып, жер бетіне үстемдік етпекші екен. Сондықтан Уистлер Блейдке соның артынан бармауын сұрайды. Блейд ал Каренді кім құтқарады дейтін ойын ұстанып тұрып алады.
алады. Сонда Уистлер: "Онда пистолетіңді бер де көзіме көрінбей құры, маған көрермендер керек емес", деп өзін вампирге айналмай тұрып ат тастайды. Блейд қадамдарын санап, Фросттың хабарламасын тыңдап, қайда бару керек екенін біліп алған соң, оқ дәрісін жинап, қаруларын түгендеп, Фростты өлтіруге дайындалады. Фрост Каренді әңгімеге тартып, Блейдті күтіп отырады. Карен оның тістелген вампир екенін бетіне басып, "Әлде кеш емес қой, мүмкін қайтадан адам боларсың", деп кемсітіп жынына тиеді. Фрост ашуланып, "Бәріңді қырамын, жоямын", деп отырғанда, Блейд кеп қалып күзеттерді пытырлатып, жекпе-жекке шыққан екі вампирге антикоагулянтты сынап көреді. Реакциясын енді өздерің де көріп отырсыңдар. Сөйтіп Блейд Фросттың омалып отыратын аппақ бөлмесіне кіріп қалып, білесіңдер ме кімді көріп қалатынын? Шешесі Ванессаны көріп қалады ғой. Ол Блейдке өзінің өлмегенмен қатар вампирлердің мықты екенін мойындап, осылардың қатарына сатылып кеткенін айтады. Ал өмір бойы шешесін өлтірген вампирді табам деп жүрген Блейд көз алдынан екеуін де табатыны бар емес пе? Содан бұларды Ламагра рәсімі өтетін ғимаратқа алып келеді. Жолда Карен мына екпе Блейдке де қауіпті екені айтылады. Ғимаратқа жеткенде Блейдті қанға дейтін шөл қысып, ол ақыл есінен адаса бастайды. Фрост қалтадағы екпені лақтырып жібереді. Ол барып жарықшаға ілініп қалады. Әрі қарай Фрост 12 еріктісін түгендеп, рәсімді бастамақ болып, Блейдті пышақтармен бекітілген саркофагтың ішіне енгізеді. Оған шешесі көмектесіп, "Болды, енді біз вампирміз", деп қондырғыны іске қосады. Ал Карен өзінің ұжымдасы, яғни мәйітханада тістелген Кертистің қасына зынданға лақтырылады. Кертис шабуылдағанда ол сүйек тауып алып, әйтеуір альпинистік қозғалыстарымен зынданнан босап шығады. Мына жақта таза қанды вампирлер тиісті орындарына тұрғызылып жатады. Арасында біреуі қарсы шыққанда, Меркурий оның ішіне қылыш түйреп қабырғаға жабыстырады. Бір кезде рәсім басталып, Блейдтің тамырлары кесіліп, оның қаны түтікшелерді қуалап аға бастайды. Карен Блейдті тауып келіп, оны саркофагтан босатады. Алайда Блейд көп қан жоғалтқандықтан әлсірей бастайды. Сонда Карен өзінің қанын соруды ұсынады. Блейд ақылынан адаспай қарсы болады. Карен: "Тап қазіргі сәтте бүкіл әлем тақымын қысып бізге қарап отыр. Осылай жасаған абзал", дегенге келтіреді де мойындағы қанмен Блейдті тамақтандырады. Мына жақта қан мәжбүрлеп ұсталып тұрған еріктілердің шекелеріне тама бастайды. Соңғы тамшыны Дьякон тосып алған мезетте бәрінің шекесіне найзағай түсіп, ішіндегі Ламаграның өзі келіп, Фростты боқ көтерген боқтың қабындай етіп қаптап алады. Сол уақытта Блейд қанға тойып, ақырындап әлдене бастайды да, оған кедергі болған шешесіне қарсыласып, жүрегіне қадап, оны вампирліктен босатады. Карен ар қарап тұрған біреудің мылтығын тартып алып қаруланады. Меркурий Фростты жаңа лауазымға көтерілуімен құттықтайды. Блейд жүгіріп келіп, тісін ақситып Фростты іздейді. Жолына Куин тұра қалып, 2 рет жабылған қолын 2 рет жазып алғанына мәз болып, Блейдті қай қолымен өлтіретін білмей тұрады. Сонда Блейд мазган тоңқайтпаш дейді, өткір бауымен басын шауып, өз көзілдірігін қайтарып имиджіне ене бастайды. Әрі қарай керемет өнерімен ешқандай қарудың күшін пайдаланбастан жабылған жауды жан-жаққа жайпаумен болады. Арасында "Фрост" деп қойып, ау арасын азаптауы таяғы бар. Ал Карен көздеуішке Меркурийді алып, оны атуға оғын аямайды. Бір кезде екеуі жекпе-жекке түскенде, Карен: "Мен уақытым жоқ, былай тұршы", деп аузына сарымсақ сығындысын шашып, басын жарып тастайды. Блейд айналып тебуден жарыс ұйымдастырып жатады. Арасында көз қиығымен катанасына қарап қойып, соған аман-есен жетуді көздейді. Түбінде "Таптым ау сені", деп қылышын ала бергенде, Фрост шығып, "Енді мен қалдым", деп оны шайқас алаңына шақырады. Екеуі бір-бірімен қылыш сермесіп алған соң, Блейд оның қолын шауып 0,5 етіп тастайды. Алайда Фрост "Сол ақпа" дегендей дереу қайта қалпына келетіні бар емес пе? Енді Блейд қарымта шабуылға көшіп, екпені Фростқа сынап көруге тырысады. Ол жел аяқтанып Блейдке жетіп алумен болады. Бір кезде Блейд катананы пайдаланып, екпені қолына түсіреді де, Фрост аңырап келгенше денесіне бірнешесін егіп үлгереді. Соңғысын теуіп шекесіне қадағанда, Фрост камераға қарап "Распани" дегендей ісініп тілін шығарып жарылып өледі. Сөйтіп Карен мен Блейд бәрін жеңіп сыртқа шыққан соң, Блейд тағы бір жерде бір вампирдің бар екенін айтып, соған екпе дайындауын сұрайды. Ол қай жер болды тағы деп отырғанымызда, Мәскеудің бір жерінде Петр дейтін қаншер қызды арбап қанын ішейін деп тұрғанда, Блейд кеп қалып оның өзінің қанын ішеді. 2 жылдан соң өлді деп ойлаған Уистлер өлмеген болып шығады. Оны вампирлер капсулаға салып, коматозды күйде ұстап, МКС, яғни мәңгі қан станциясы ретінде соның қанын тұтынып отырған екен. Блейд содан хабардар болып, Уистлерді іздеуге шығады. Құр іздеуге шықпай, жол жөнекей іш пыстырмайтын әрекеттер жасап, жолына тұрған қаншерлерді күл-талқан қылып, арсеналындағы барлық қаруларды қолданып, солардың мотоциклін тартып алады. Соңында біреуі қалғанда мотиктің дөңгелегін айналдыру арқылы одан Уистлердің қайда ұсталып отырғанын біліп алады да, сол жақтан табылып, есіктен кірмей жатып күміс оқтарын іске қосып, сонымен қатар күміс бәкісін шығарып алып, вампирлердің санын еселеп азайтады. Бәрін қырған соң, мына тентекті Козловичтің видеосы 24 минут 57 секундына қалдырып қоямыз. Біле білсеңдер, Уистлер өзін атпай тұрып тістелгендіктен, атылған оқ оған әсер етпей вампирге айналсам ба деп Блейдті қорқытып қояды. Сонда Блейд қадасын шығарып, оның мөлдіреген көздеріне қимастықпен қарап, түбінде Уистлерді үйге алып кетеді. Келген кезде Блейд Скат дейтін көмекші тапқанын байқаймыз. Ол Уистлерден қорқып ат тастауды ұсынады. Блейд антидотын салып, оны азанда күннің жарығы түсетін бөлмеге тастап кетеді. Сөйтіп таң атқанда білесіңдер, таң атады. Блейд бөлмеге барып қараса, Уистлер есін жиып адам болып қалған екен. Есін жиғаны соншалық, жылдап жасаған еңбегін бір шигол иемденіп алғанына ашуланып, менікі деп таласып тұрғанда, дабыл қағылып шеберханаға вампирлердің келгені байқалады. Блейд дереу қылышын алады. Уистлер автоматын алады. Скат тиісті соққысын алып, мына екеуіне тойтарыс беруге дайындалады. Уистлер бірінші болып оқ атады. Блейд қылыш сермесіп, шақшиып жанып тұрған
тұрған жарықтардың фонында қызды вальсқа шақырып билеп тастайды. Арасында екеуі де Блейдке жабылып кетеді. Блейд ондайын талайын көрген, қоя салыңдар бұл дейтін қозғалыстары мен қылыштарын қайтарады. Сонда аудың арасы азапталуға сәл қалғанда екіншісі тоқтатып маскаларын шешіп, мынау Асад, мынау Нисса дейтіндей өздерін таныстырады. Бұлар Блейдке достық жариялау мақсатымен келгендерін айтады. Өйткені бұдан да мықты құбыжықтың пайда болғаны хабарланады. Ол қандай құбыжық десеңдер, астыңғы жағы екі жаққа айырылатын, күміс пен сарымсақтан қорқпайтын, бірақ вампирлерді жек көретін Номак дейтін бәле. Біраздан соң бұлар Блейдті өздерінің кланын алып келеді. Қастарында Уистлер мен Скат та бар. Бұл жақта бүкіл вампирлер қауымының көсемі Илай Дамаскиноспен таныс боламыз. Ол вампир емес адвокатымен таныстырып, Диакон Фростты өлтіргенін ескеріп қошеметін көрсетіп алған соң, вампирлер адамды тістегенде оған сілекей арқылы вирус жіберетінін айтады. Сол вирус көп жағдайда адамды 72 сағатта өлтіреді немесе вампирге айналдырады. Ал кейбір жағдайда вирус мутацияға ұшырап, құбыжықтың жаңа түрін келтіріп, жағыңды айрам деген тіркес тура мағынада орындалатындай күйдегі көрініс орнын табады екен. Ол құбыжықтың бірі Номак екені айтылып қалады. Номак вампирлерді жек көріп оларды жойып келеді дей бергенде, Блейд шапалақ ұрып, менің жұмысымды сол істеп жүр екен ғой деп Номакты мақтайды. Сонда Илай ол вампирлердің бәрін тістеп, өзіндей құбыжыққа айналдырып әскер санын көбейтіп алған соң, ол адамдарға көшетіні түсіндіріледі. Ол аз десеңдер, бұл құбыжық біреуін тістеп тойып қалмай, араға аз ғана уақыт салып, басқасымен де қоректенеді дейтіндей ақпараттар беріледі. Сондықтан Дамаскинос Номакқа қарсы Блейдті өзінің дайындап қойған әскермен бірге қамажайын билеуге шақырады. Ал олармен танысатын болсақ, мынау Лайтхэммер, мынау Верлейн, мынау Абыз, мынау Аққала, мынау Чупа және мынау Рейнхард. Содан Блейд шеберханаға келіп көмекшілермен ақылдасып, бара саламыз ба әлде бармаймыз ба деп, қандай шешім қабылдағандарын енді өздерің де көріп отырсыңдар. Бұл жақта Рейнхард Блейдке тиісіп өзінше болады. Бірақ Блейд одан асып түсіп, оны біраз сайқымазаққа айналдырып жылатады да, түбінде желкесіне күміс нитратынан тұратын жарылғыш зат орнатып қояды. Бүйту себебі вампирлер қауымы Блейдті ұстау мақсатында 2 жыл дайындалып қатарына осы тентектерді жинаған болатын. Енді мына көтек пайда болып ойы осыған ауып, Блейдті өздеріне қосуға тура келген екен. Сондықтан Блейд бұлар Блейдқа ырылдасып, сенімсіздікті серік етіп, Блейд бұлардың артық әрекеттерін аңдайтын болады. Сөйтіп ақылдасып алған соң, барлығы жиналып ВК-ның ордасына барады. Бұл жақта Уистлер күміс оқтары бар мықты қаруларын көрсетеді. Оған қоса оларға ультра күлгін шашатын қалташамды бекітіп қоятыны тағы бар. Ал Скат Блейдке піскектерді автоматты түрде оқтайтын, арнайы екпе сұйықтығымен толтыратын қарумен таныстырады. Сәлден соң команда аталған орынға кіре бастайды. Уистлер жаңбырлатып снайперлік позасына жайғасады. Скат көлікте қалып Блейдтің қойған камераларын аңдып отырады. Рейнхард Блейдті көздеп, оны өлтіріп тастауды армандайды. Алайда өзі соның көздеуінде тұрғанымен ісі жоқ. Вампирлер ұстараның жүзіне таласу арқылы қан алмас дискотекаларын әдеттегідей қыздыру үстінде. Команда ғимараттың ішін тінтіп жүргенде, құбыжық вампирлер істеріне кірісіп, бұларға ақырындап шабуылдай бастайды. Соның бірі газельдің үстіне келіп алады. Скат бұтына жіберіп Уистлерге шығады. Ол сейткөліге кетті ме, әйтеуір орында жоқ. Содан Скат батырлық танытып далаға шықса, төртеуі соған қарап тұрады. Скат құрсын одан да газель айдайын деп, көліктің ішіне кіріп алып бұтына жіберуін жалғастырады. Бір кезде Номак Ниссамен қалқаланып Блейдті қорқытады. Нисса оның құшағынан босап үлгереді. Блейд Номактың басына оқ силап ұшырып жібереді. Лайтхэммер кувалдасын ұстап алып ұрады. Бірақ құбыжық мойын түзулеп, аузын ырбитуын жалғастырады. Рейнхард қаруын сынап ата бастайды. Аққала люканға жатып алғандай тепкілейді де, катанасын қолына алып оны осуға көшеді. Чупа оғын құртып, бір құбыжықтың артынан қалмай, оған күмісін жаудырады. Қаңғырған оқтың кесірінен арада дым қатысы жоқ вампирлер де өле бастайды. Осы сәтте бұл құбыжықтарға күміс әсер етпейтіні анықталады. Скат газелін айдап, оларды қабырғаға жабыстырумен болады. Аққала құбыжықты катанасымен қабырғаға қадаған сәтте, ол құрсағын бөліп өрмелеп қашып кетеді. Байқұс Абыз солардың біріне таланып қалады. Лайтхэммерді мойын беріп жартылай таланып жатқанда, Верлейн келіп оны аман алып қалады. Скат жарығын жағып алдындағыларды күйдіреді. Рейнхард біреуін қадамен қадап, жаны кіріп тұрып ультра күлгінін шашып өлтіреді. Таң ата бастағанда команда көлеңкездеп тығылады. Блейд Номакпен шайқасқа түседі. Бірақ екпені еккенде беті бұлш етпей, екеуміздің жауымыз ортақ деп қойып шабуылын жалғастырады. Алайда Номак қылышқа жағылысқан жарыққа беті күйіп, өрмекші адамды мазақтап көлеңке жағалап қашып кетеді. Кейіннен тістелген Абыз қызуы көтеріліп, шаштары түсіп, солардың біріне айналып жатады. Бұларды күміс жалатылған оқ та, қылыш та өлтіре алмайды. Сондықтан Блейд қабырғаны атып, жарық түсіріп, денесін күлге айналдырады. Ал шабылған басының бөлігі әлі де тіршілігін жалғастырудан безер емес. Бір кезде снайперлік тұрғысынан ғайып болған Уистлер кіріп келіп, солардың біреуін ұстап алғанын хабарлайды. Сөйтсе, мұндай құбыжықтар жылдам метаболизмнің кесірінен бұларға жиі тамақтанып тұру керек екен. Әйтпесе, әлсіреп өлетіні анықталады. Сонымен қатар бұл жағдай Номакқа қатысты емес екені айтылып қалады. Өйткені ол басылуым дегендей. Біраздан соң бұның құрылысын зерттеп жатып, астыңғы жағы жылан сияқты нейротоксинмен шағып, тілі сүлік сияқты жабысып қан соратыны анықталады. Ал жүрегін оңай жарақат
жаттау мүмкін емес. Онымен қоса денесі миы өліп қалса да қанды сезсе автономды түрде жұмыс істей беретіні көрсетіледі. Жалпы айтқанда бұларды тек жарық қана алады. Сондықтан таң атқанда ғана аңшылыққа шыққан жөн екені айтылып қалады. Алайда мыналар күннің көзі бізге де зиян ғой дей бергенде, Блейд ода менің шатағым жоқ, таңда бет қолдарын жуып тұр, дайын отырыңдар деп кетіп қалады. Мына жақта Дамаскинос қанды іркілдегін жеп, қанға шомылып жүріп, Блейдті өзіне бағындыру үшін бәріне дайын. Тіпті қызын өлімге қия алатынын айтады. Ал оның қызы кім екенін әзірше өтіріктен білмей қоя тұрамыз. Сонымен қатар бұл Дамаскиностың бір көздеген мақсаты бар. Оны қазір видеоның 22 минут 27 секундында білетін боламыз. Жатарда Блейдтің қасына Нисса келіп, оның командасымен дөрекі болмауын сұрайды да, сен мына екпенің арқасында ғана адамгершілігіңді жоғалтпай жүргеніңді ұмытпа дейтіндей әңгімесін айтып кетеді. Уистлер жарық шашатын граната ойлап тауып, оның эксплуатациясын Скаттқа көрсетеді. Біраздан кейін команда неше түрлі қарулармен мақтанып, оператордың ыңғайлы ракурстарын күтіп тұрады. Артынша команда шоғырланған жарық гранатасын іске қосу үлгісімен танысады. Сонымен қатар құбыжықтарды баурайтын феромонды да белгілеп қоямыз. Нисса Скаттан сен бармайсың ба не деп сұрайды. Скатт жоқ мен газель айдаймын ғой ұмытпасай дегендей жауабымен қатырады. Содан таң атқанда білесіңдер, таң атады. Ал команда карыз жүйесіне түсіп 3 топқа бөлініп құбыжықтарды күтуге кіріседі. Солайша Уистлер, Рейнхард, Чупа бір топта. Блейд Нисса мен Асадқа триолог жасайды. Аққала, Лайтхаммер және Верлейн өздерінше 3 топ болып айналаны тіміскілейді. Бір кезде Рейнхард пен Чупа Уистлердің жалғыз екенін түсініп, оған секіре бастайды. Уистлер ақырында құбыжықтарды шақыратын феромонды себеді. Лайтхаммердің алдындағы тістелген жарақаты сыр беріп, құбыжыққа айналып аққаланы тістеп алады. Ендігі кезек Верлейнге келгенде, ол карыз қақпағын ашып жіберіп, өзімен қоса Лайтхаммерді де күйдіріп жібереді. Рейнхард біртіндеп келе бастаған құбыжықтарды шай қойып күтіп алып, жарық бомбасының таймерін нөлге асықтырады. Бірақ тұтқа тіреліп қалады. Оны естіген Блейд Ниссаны іздейді. Нисса мен Асад шығып сасып жатқан суға белден батып бас сүйектерге үңіліп жүреді. Бір кезде құбыжықтар Асадты суға батырып жеп қояды. Блейд қолына граната алып 10 секунд бар екенін білдіріп, Ниссаны қаштыртады да, өзі іске қосылған гранатаның жарығын қылышына шағылыстырып, бәрін қырып тастайды. Мына жақта Чупа шалды ұрып жатқанда, арттан әлгі бәлелер шұбырып келіп, бұнымен де ауыз тиеді. Уистлер қашып кеткендей болады. Әрі қарай Рейнхард күйдіретін күйдіріп, ататын атып, Блейд пен Ниссаға триолог көмек көрсетеді. Әрі қарай үшеуі жабылған жауды жан-жаққа жайпаумен айналысады. Жарықтан қорықпайтын Блейд бомбаны өз қолына алып, бір жерге барып, бөлек атыс жариялап, тіреліп қалған тұтқаны теуіп, бомбаны іске қосады. Ол бүкіл карізге жарығын шашып, құбыжықтардың бәрін күл-талқан етеді. Нисса мен Рейнхард суға сүңгіп аман қалады. Алайда ультра күлгін сәуле кез келген жерден өтіп кететінін физикадан жақсы білесіңдер. Сондықтан Нисса күйіп пісіп ырбиып жатқанда, Блейд өртеніп бітпеген қалдық күлдердің арасымен келіп, жыламаған балаға емшек жоқ дегендей өз қолын қылышына тіліп, оны қанымен емізеді. Сол уақытта Номак Уистлерді кездестіріп, қолына жүзік ұстатып, шындықты білетін кез келді деп кетіп қалады. Ол Блейдтің көзіне көріне бергенде, арттан әлгі Карл Коуненнің адамдары келіп, Блейдті және қашпақ үстіндегі Уистлерді тұтқын қалады. Ал бұның бәрін ұйымдастыруға Райнхардтың көмектескені анықталады. Кейіннен Дамаскиностың қызы Нисса екені белгілі болады. Блейд, Уистлер, Скатт үшеуі Дамаскиностың қамауында ұсталады. Бұл жерде Дамаскинос келіп, Блейдті сол бастан ұстамақшы болғанын айтып, күмісті елемейтін құбыжықтардың зертханалық тәжірибе арқылы жасалғанын баяндап, эволюциядан ұят болмасын деген ойын ұстанатындай эмбриондарын көрсетіп, енді бұларға жарықтан қорықпайтын тасымалдаушының ДНК-сы керек екенін айтып, Блейдті меңзегендей болады. Сонда Уистлер тұрып жүзікті алдына лақтырғанда, Номак Дамаскиностың зертханалық баласы екені мәлім болады. Оны естіп алған Нисса әкесіне шекесі тырысып кетіп қалады. Артынша осы уақытқа дейін Блейдтің қадамын аңдып, осыларға есеп беріп отырған шпион, яғни іштен шыққан жау жаман дегендей, ол Скатт екені анықталып, онсыз да мәлім ақпараттарды көрермендерге түсінікті болу үшін қайтадан айтып береді. Блейд Рейнхардтың шүйдесіне бекіткен бомбаны жармақшы болады. Бірақ Скатт оны өшіріп тастағандықтан, Рейнхард бомбаны ажыратып алып, Скаттың қолына ұстатады. Сөйтсе Блейд пультті өтірік басқан болып шығып, Скаттқа газеліңмен қоштаса бер деп оны бөлшектерге шашып тастаймыз. Әрі қарай Блейд залалсызданып ойбайлатқышқа жатқызылады. Бұл жолы денені тесіп шығатын қадалар Блейдтің бойынан бүкіл қанын және жілік майын соңғы тамшысы қалғанша жинап алмақшы болады. Райнхард әдеттегідей Уистлерге тиісіп тұрғанда, ол аха деп қойып кісеннен босануын тоқтатпайды. Нисса әкесіне ренжуін жалғастырады. Номак нысанынан табылып, осы жердің күзеттерін бүктеп, әкесінен кек алмақшы болады. Уистлер босанып, Блейдтің қару-жарақтарын алып, еденнің астымен қашып кетіп, Блейдке ырбыңдап тұрған Карлды атып, еденнің астынан суырылып шығып, қазаларды кері қайтару арқылы Блейдті босатуға кіріседі. Блейд әліне ену үшін қан керек екенін айтады. Номак аузын арандай қылып ашып, күзеттерден пирамида жасап ойнайды да, есіктерді керіп тұрып, әкесінің қыр соңынан қалмай қояды. Уистлер Блейдті жетектеп қан сорпаға қарай қадамын басады. Оны көрген Райнхард бұларға оқ ата бастайды. Әрі қарай Блейд жорғалап жатып сорпасына секіреді. Бір кезде әл жинап алған Блейд өз күшіне еніп, кезекпен келген күзеттерді ұйықтатады. Артынша жабылып келгендеріне күшін аямай, Райнхардқа қадамын жақындата береді. Соңында Райнхардтың сермеген қылышын тосып алып, 0,5 етудің жаңа үлгісін көрсетеді. Әрі қарай көзілдіріксіз Блейд бола ма деп, оны ақырғы шайқасына аттандырамыз. Уистлер болса құбыжық эмбриондармен толтырылған ыдыстарды жарып тастайды. Дамаскинос Ниссаны жетектеп, күтіп тұрған тікұшағына асығады. Бірақ Нисса терезелерді
вампирлерді бекітіп тастағандықтан әрі қарай қаша алмай Номактың алдында жауап беруге тура келеді. Дамаскинос ақымақтық жасама, әлемді бірге басқарамыз дей бергенде, Номак ниетіңе рахмет деп оны жай ғана өлетіндей етіп тістеп алады. Артынан Ниссаны аузын арандай етіп ашып жұқтырып тістеп үлгереді. Сол уақытта Блейд кеп қалып, арада I-1 шайқас басталады. Блейд супер қаһармандық позаға тұра қалып, Номактың қолын сындырып тастайды. Ол қайтадан жөндеп алып, аяқтан ұстап Блейдті айналдырып, бетімен қабырғаны бұзып лақтырады. Түбінде Блейд сынған қылышын Номактың жүрегінің әлсіз жеріне тығып жарақаттайды. Сонда Номак ерде намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді, ал вампирді Блейдтің қылышы өлтіреді деп қылышты жүрегіне терең кіргізіп күл-талқан болып өледі. Артынша құбыжыққа айналып жатқан Ниссаның арманын орындап, жай вампирлер сияқты арайлап атқан таңның нұрымен шомылдырып күлге айналдырады. Біраз уақыттардан соң Блейд Лондоннан табылып, кайфабат етіп жүрген әлгі Рашты тауып алып, шекесіне қылыш қадайды. Кейіннен Сирияның зиккуратына келген бір топ вампир, соның ішінде Блейдті өлтірсем екен деп 667 түс көріп тастап, бірақ оны пайдасына жори алмай жүрген Даника Талас дейтін вампирлердің әжесі, ежелгі Дрейк деп аталатын Дракуланы оятып алады. Әрі қарай Блейд барда 41 дейтін қаруын шығарып алып, вампирлерді азайтумен айналысады. Соңында Блейд ойланбай өлтіре салатын әдетіне басып, байқаусызда капа киіп, вампирдің түрін келтіріп алған сүмелек адамды атып халықтың көзінше қылмыскер атанады. Ал мына жақта оны Даника түсіріп тиктокқа салып тұрады. Содан қаланың бүкіл ФТБ-сы мен полициясы бас қосып, сіз біздесіп жатып Блейдке іздеу салады. Уистлер оп-оңай отқа боялып бітіс шығатын қойма тауып, сол жерге Блейдті апарып тығып қояды. Уақыт өте келе ізкесушілер Уистлердің қорасын тауып келеді. Сол кезде Блейд тығылып үлгереді. Ал Уистлер бәрін бір жерге үйіп, пультті басып, қоймасын оп-оңай отқа бояп бітіс шығарады. Өкінішке қарай Блейд бір қадам жасап үлгерместен ұсталып, бөлімшеге апарылып тергеледі. Сөйтіп агенттер, сен кімсің, қанша вампир өлтірдің, казбойс неге жоқ болып кетті дейтін сұрақтарын қойып тұрғанын естіп, үшіншісі шыға келіп, сұрақты олай қоймайды деп, Блейдті өзіне қаратып вампирлерге қызмет етіп келе жатқанда 5 жыл болғанын айтады да, Даника әжені шақырып Блейдті ұстап береді. Ол өзінің достарымен Блейдке тиісіп, ұсталдың ба деп мойнына әлсірететін дәрісін егіп, оны жер қыла бастайды. Мына жақта Дрейктің оянғанын естіп алып, түнгі аңшылар дейтін команда құрылып жатады. Оның бірі басында қарапайым түр жасап ырбия тұрады да, біраздан соң мені кім деп тұрсыңдар дейтін нәзік қозғалыстармен вампирлерді қыратын персонаж. Ал екіншісі Блейдке көмек керек болған сәтте дәл осы жерден табылатын түрі Дэдпулға ұқсайтын бұрын вампир болған Ганнибал Кинг есімді кейіпкер. Ол Блейдке сергіткішін тартқызып, өзі вампирлерді бүктеп тастайды. Блейд әлденіп алған соң орнынан тұрады. Блейд әлін жинап орнынан тұрды дегенін, ол вампирлердің саны бірнеше басқа азаятынын жақсы білеміз. Сондықтан Джарко Блейдтің арқасында есігіне барып жабысады. Содан Блейд езіліп жатқан Ганнибалды қатарына қосып, дәлізге шығып, әрі қарай тірліктеріне кіріседі. Бұларға көмек қолын созып Эбигейлді жетіп келіп, садағын шығарып алып, басына неше түрлі жебе киілетін оқтарды вампирлердің денесіне сыйлап береді. Екеуі сыртқа шыққанда бұларды полиция қоршап алады. Бір кезде терезеден Блейд секіріп түскенде, шақырылған Яндекс такси жетіп келіп, үшеуі соған отырып қашып кетеді. Ал полиция жасағы ешкімге тимейтін оқтармен пах-пах сөзін ауыздарымен келтіріп, орындарында қалады. Көлікте отырғанда Эбигейлдің фамилиясы Уистлер екені айтылып, бұл кейіпкер Абрахам Уистлердің қызы екені анықталады. Кейіннен түнгі аңшылар ордаларына келген соң, Уистлердің орнын жоқтатпайтын, көзі көрмейтін өнертапқыш Соммерфилд және қызы Зоимен таныс боламыз. Ганнибал Кинг кезінде вампирлерге жұмыс істеп, соларға құл болғанын айтады. Кейіннен Эбигейл оны құтқарып, Соммерфилдқа емдетіп адам қылып алған екен. Енді бұл беті бер қараған соң, Блейд сияқты вампирлерді аса кекшілдікпен өлтіретіні баяндалады. Мына жақта Паражнян құшақтап отырған Даника әже Блейдті қолдарынан жіберіп алғанына қапа болып, айналасын жайпап отырады. Оны естіп алған Дрейк, бұларың болмады сендердің деп бөлмесінен атып шығады. Сол уақытта Ганнибал оны ежелгі шумералық ешкімге тең келмес вампир дейтіндей ертегісін айтып суреттеп жатады. Ерекшелігі байқап отқандарыңдай, ол сағатына қарап басқа вампирлер сияқты, ойбай таң атып қалыпты ғой деп сескенбей, күндізде көше қаңғырып жүре беретіні анық. Ал түнде ашық тұрған дүкендерге кіріп, адам шырынын ішіп қоректенеді. Онымен қоса жылына вампирлерді жүздеп қырғаннан түк шықпайды. Одан да биологиялық қару жасап, оларды төп тамырымен жоқ қылып жіберу керек дейтіндей әңгіме айтылып қалады. Алайда оны жасау үшін Дрейктің қаны керек екен. Өзінше кереметпін деп отырған зұлым кейіпкерді нысанаға айналдыру қалай кетті? Қазір көреміз. Содан команда денеге тигенде жарық шашатын мықты қаруларын саптай бастайды. Оның ішінде сызықты жарықпен кесетін садақ сияқты қаруды белгілеп қоямыз. Біраздан соң Блейд, Ганнибал және Эбби үшеуі Дрейкті іздеуге аттанады. Оны табу үшін соларға қызмет ететін адамды табу керек. Соның бірі әлгі агенттерге жағаласып, Блейдті ұстап берген доктор Венс болып шығады. Сөйтіп кейіпкерлер керек жерден табылып, жолына тұрғандарды былай тұршы дейтін қозғалыспен былай тұрғызып, әйтеуір таптым-ау сені деп Венсті тауып келеді. Бірақ бұл соның түрін метаморфтап алған Дрейктің өзі болып шығады. Сөйтіп Дрейк киноны ерте бітіріп алмас үшін көше бойын жағалап қашып кетеді. Блейд оның артынан қуады. Жол жөнекей Дрейк біреудің сәбиін қолына алып, лақтырайын ба деп Блейдті қорқытып оны орында қатырады. Артынша тура марқұм Фросттың әңгімесін айтып, адамдарды жыбырлаған құмырсқаға теңеп, ең бірінші пайда болған вампир ол менмін. Сондықтан мені ештеңе өлтіре алмайды дейтін лира эпостық жырын жырлап тастайды. Сонда Блейд, оны әлі
көре жатармыз, менің қылышымнан әлі ешкім тірі қалмаған, деп лақтырылған сәбиді тосып алады. Кешке қарай Ганнибал Дрейктен алған жарақатын арқалап жатып қалады. Эбби душқа түсіп шомылады, оны да айту керек қой маған. Блейд ингаляторын қабылдап қаншерлігімен күреседі. Сомерфилд вампирлердің тығылып отыратын жерін тауып алады. Блейд пен Эбби сол жерге барып, комада ілулі тұрған адамдарды көреді. Сөйтсе вампирлер үйсіз көше кезіп жүрген бомждарды ұстап, былай айтқанда мына жерді вампирлердің ресторанына айналдырған екен. Содан Блейд бүгіннен бастап ресторанды жабық етіп жариялап кетеді. Ал сол уақытта мына жақта Дрейк Уистлердің түрін жамылып алып, түнгі аңшыларды өлтіріп кетеді. Оны естіген Сомерфилд қызын бір қуысқа тығып, өзі Дрейктің қолынан өледі. Зои оның даусын естіп қорқып отырғанда, Дрейк осы жерге жетіп келіп, қызға зұлымдық қолын созады да, әлсіз халде жатқан Ганнибалды тұтқындайды. Біраздан соң Блейд пен Эбби келіп, өліп жатқан түнгі аңшы мүшелерін көреді. Солардың ішінен Сомерфилдті байқап, Эбби өкіріп жылайды. Блейд жылауға уақыт жоқ деп, жылауға уақыт жоқ екенін айтады. Тұтқындалған Кинг оянып алып, әлгі жағы айыр вампирге айналатын шпицпен сүйісіп қала жаздайды. Бөлмеге Даньок кіріп келіп, Блейдтің жоспарлап жүрген таңшолпаны жайлы айтып беруін сұрайды. Кинг қарсыласып қисық жауаптарымен Даньок әженің қанын ішеді. Бір кезде ол тұтқындалған Зоиді бөлмеге кіргізіп, енді тағы қисайып жауап берсең, сені тістеп вампир етіп, екеуіңді бір бөлмеге қамап қоямын. Сол кезде қанға дейтін шөл қысқанда Зоиді қаншалықты тістемеп екендіктен тар екенсің, деп қорқытады. Сонда Кингтің түрі бұзылып сәл ойланып қалады. Эбби Сомерфилдтің өлімінен соң айбатын жүрегіне ұялатып, садақ атып, мықты нәтижелер көрсетіп жаттығады. Көп ұзамай Яндекс такси екеуін бір жерге алып келіп, Сомерфилдтың қалдырған хабарламасын көрсетеді. Хабарламада ол вампирлерді жоятын биологиялық қаруды, яғни таңшолпанды жасағанын айтады. Алайда Дрейкті қолға түсіріп, оның қанын алу қиын болғандықтан, бұл қаруды бір жолата соның денесіне атып, қанмен араластыруға болатыны айтылады. Сұйықтық біреу болғандықтан, енді Эббиде бір ғана мүмкіндік бар. Онымен қоса бұл қару Блейдке де әсер ететіні тағы айтылады. Өйткені ол да вампир дегендей. Мына жақта Дрейк Зоимен әңгімелесіп, оны өз қатарына тартып отырады. Зои достары келіп, бұл оңбағанды өлтіріп тастайтынына сенімін жоғалтпайды. Сол уақытта Блейд оңбағанды өлтіремін деп, қылышымен қоса жалтырайтын басқа да қаруларын түгендеп, ататын қаруларын оқтап қалтасына салып тұрады. Эбби жебелерін саптап, арасына таңшолпанды да тығып жіберуді ұмытпайды. Сөйтіп екеуі мотиктарына отырып, вампирлерді қыруға аттанады. Ал Джарко мен Ашер Кингті тепкілеп жатады. Кинг барынша қисайып көтімен тығып қойдым дейтін жауаптарымен Даниканың жынына тиюін жалғастырады. Осы сәтте Блейд пен Эбби желдету жүйесіне күміс бөлшектерін тозаңдандырып, бұларға вампир тұмауын сыйлай бастайды. Артынша Блейд пайда болып, Джарконы тағы бір есігіне жабыстырады да, өзі әдетіне басып, вампирлердің жасақтарымен шайқасқа түсіп, сөзсіз жеңіске жетуден жалықпайды. Көп ұзамай Эбби де пайда болып, Кингті босатады да, қолына ойыншықтарын ұстатып ісіне кіріседі. Ары қарай Блейд тирді елестетіп, алдына келген вампирлерді күлге айналдырады. Эбби нәзік қолымен күшті еркектерді комбо соққыларымен ұрып, тимей жатып шағылатын әйнекке лақтырумен болады. Ол аз десеңдер, қол құлаштайтын азиялық жекпе-жектің шеберлері Эббидің алдында Ашин күл дейтін атауға ие болады. Кинг каз тұра тұрыңдар барам деп текпе-жекпен көтеріліп келеді. Блейд оғы біткенде көбелек бумерангын шығарып алып, бірінші қабаттан лақтырып, екінші қабатқа секіріп шығам дегенше, қаруы барлық вампирлерді қырып келіп қолына оралады. Кинг әлі текпе-жекпен көтеріліп келе жатыр. Эбби Зоиді босатып тұрғанда, арттан келген вампирді өртеп жіберетіндей, мына біреу қаруды сынайтын уақытта келіп жетеді. Кинг мен мұндамын дей бергенде, алдынан әлгі шпиц шыға келеді. Ол тағы екі ротвейлер достарымен келіп, ауыздарын ырбитып Кингті қуады. Шпиц та тапталып жатып Кингті қуудан кетер емес. Қашып келе жатып Кинг бір жерге асылып қалып, иттерді төмен қарай самғатады. Сөйтіп байқаусызда бағанағы орынға қайтадан түседі. Кинг сонда бағанан бері бір ағатаж көтерілген бе не? Содан Джарко иттерін іздеп, қанын сорудың орнына лақтырып жіберу дейтін кинозаңдылықты орындап, Кингпен төбелеседі. Блейд Дрейкомен кездесу кешін ұйымдастырып, қылыштарын қынабынан суырып алып, оларды іске қосады. Кинг өлудің орнына лақтырылудан жалықпау шыңдау шегіне жетіп, рестлер Джарконың қозғалыстарын сәндендіреді. Кинг оның қолын сындырып тастайды. Джарко қолын жөндеп алып, осы сәтте Кингтің қанын сору есіне түсе бергенде, Кинг дәріңді ішсеш деп, аузына күлге айналгенін салып береді. Артынша текпе-жегін қайтадан санап жоғарыға шығатын жерін бізге көрсетпейді. Эбби Блейдті өлтірейін деп жүргендерді қырумен айналысады. Арасында жаудың оғы ұшып келе жатып, қой ұят болады деп айналып өтеді. Ал оның атылған жалғыз оғынан екі қоян бірақ өледі. Сөйтіп жүргенде астынан бұған Даньок оқ атып тұрғанда, текпе-жегін санап бітпеген Кинг кеп қалып кедергі береді. Бірақ ол Даньок әжеден таяқ жеп суреттерді жыртумен болады. Блейд пен Дрейктің шайқасы өршу үстінде. Блейд күшейіп алып, Дрейкті әйнек жарғызып ұштыртады. Дрейк ашуланып, менде күш жоқ дейсің бе дегендей, Блейд пен еденді жарып, осындай құбыжыққа айнала бастайды. Артынша аузынан соскысын шығарып алып, Блейдті тістеп алмақшы болып, лақтырыспақ ойындарын жалғастырады. Даньок Кингтің берілгенін күтіп, оны қылқындырумен болады. Эбби ыңғайлы позасын тауып, Дрейкті нысанада көздеп, оған таңшолпаннан жібереді. Ол оқты ауада қағып алып, жерге тастай салады. Блейд дәріні Дрейктің денесіне енгізіп үлгереді. Әрі қарай процесс іске асып, таңшолпан жасушаларға еніп, зұлымды залалсыздандыра бастайды. Бұның бәрі бу түрінде тарап, бүкіл вампирлерді қырып өтеді. Бұл Даньоктың да өкпесіне жетіп, оны ырбитады. Кинг распай төр деп, оның уысынан босап қашып кетеді. Таң атқанда Даньоктың денесі күн сәулесіне өртеніп, шоқтары қалады. Дрейк базар жоқ қатырдың
эмне деп Блейдтің жігітше шайқасына риза болып, соның түрін келтіріп алып, ФТБ-лардың көзін алдайды. Ал Блейд достарын ілестіріп далаға шығып кетеді. Кейіннен мәйітханада Блейдке сою жұмыстарын жүргізе бастағанда, бұл денесін құбылдыратын Дрейк болып шыққаны анықталады. Ал Блейд Марвел мені тағы бір еске алар деп күн батысына қарай жөнеледі.